Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз Қытайдың фашистік билігінен зардап шегуші тағы бір азаматпен сұхбат жасаймыз. Айнұр Төкенқызы. Бұл кісі 2021 жылы ақпан айында Қазақстан Республикасына қоныс аударған болатын. Айнұр ханым, сіз алдымен өзіңізді таныстырып, одан кейін Қытайдың билігінен зардап шеккендеріңізді баяндап берсеңіз. Жарайды. Менің атым Айнұр Төкенқызы. Шинжаңның Тарғатай аймағының Сауан ауданынан келдім. Менің айтпақшы болғаным екі мәселе, бір үй жайында. Бұл үй менің әкем Төкен Қасымұлы 1933 жыл туған, 49 жыл қызметке қатынасқан. 89 жылы әкеміз осы қызмет барысында ауырғандық себепті аудандық өкімет әкемізге бір 4 бөлмелі пәтер берді. Соныменен оны бергеннен кейін біз оның маңайына 6 бөлмелі үй салдық. 6 бөлмелі үй салдық. Әкеміз 1995 жылы 5 айда қайтыс болды. Қайтыс болғаннан кейін ол үйде біз бір үйлі жан отырдық. Кейін мен үйдің кішісі болғандық себепті мен тұрмыс құрып кеттім. Соны шешем ол жерде жалғыз қалды. Жалғыз қалғаннан кейін шешемді мен үйге әкеп алдым. Соныменен шешем біздің үйде тұрып жатты. Содан кейін бұл қысқа таяп қалған кезде біз анда-санда барып отын жағып, суын жағып сөйтіп көріп тұрамыз. Соныменен бұл үйлерге қарайтын, андай тазалығына, төк суына қарайтын бір Қытай болатын, Жаңли деген. Сол Жаңли деген Қытай маған звондапты. Мен осындай бір убауқу бескепіл өкіметтің бағып жатқан бескепіл кемпір бар еді. Сол үй болмай тұр, соған бір қыстай отырып тұрса қалай қарайсың деп сөйтті. Сонымен біз енді менің өзім анам сияқты ғой, енді оның да баратын жер қамаған болды ғой дедім де, онда қыстай отырып тұрсын, бірақ көктемде өзіміз аламыз деп жарайды деді. Сонымен көктемге дейін отырды. Көктемде біз бұл үйді өзіміз алатын болып, енді шешемен жазда сондай біз ол кезде қабатта отырамыз, ол жер үй ғой, соның шешеме қолайлы болады. Соның біз өзіміз сұрадық ол үйге, енді шешем баратын болды десем, біз ол үйді кемпірге бергенбіз, отырса, сен өздерің сақ қойған үйлерің отырсын алдындағы дейді. Бұл не сөз біз деген болған 18 жыл немнесін төледік, өкіметтің ай сайын алатын немнесін үйдің ай сайын ақшалады ол кезде, өкіметтің үйі ғой. 18 жыл үйдің ақысын төледік, бұл неліктен ол кемпірге тиісті болады десек, бұл кемпірдің баратын жер жоқ. Баратын жер жоқ болса, біздің шешеміз қайда барады десем, шешең өз алдындағы өздерің салған үйде отырсын дейді. Бағанағы мемлекет берген үйдің ауласына салынған 6 бөлмелі үй бар, соған отырсын дейді. Соғанда сіздің бағана әкеңізге берген үйді, әкеңіздің мемлекеттік қызметке сіңірген еңбегі үшін берген үйді сіздерге қайта бермей отыр. Бермеді. Сонымен бермегеннен кейін болыпты деп, ол өзіміздің салған үйде су жоқ қой, ана кемпірдің үйінен тасып ішеміз. Сонымен сол жерде отырып тұрдық. Ол үй шешем өте қолайсыз болды. Кейде біз қызмет бабымен бара алмай қаламыз. Соның болды, онда ол үйге отырмай-ақ қой деп шешемді өзі әкелдік. Соның кейінтінде бұл үйдері сұранысқа кеткен үй екен, біз білмейді екенбіз. Сұранысқа кеткен, шағылатын үй екен, жан-жағының бәрі шағылып кетіпті. Бұзылып кетіпті. Бұзылып кеткеннен кейін мен Жаңлиға звондап айттым, бұл үй бұзылып кетіпті ғой, бұл үй сұранысқа келген үй екен ғой, сен неліктен бізді алдайсың десем, біз алдағамыз жоқ, бұл кемпір осы үйде отырады деді. Отырсын, қайтеміз, енді амал жоқ, отырды. Соныменен біз бұл үйді күндіз, шешеміз біздің үйде болғаннан кейін біз аралықта барып, кейде күндіз, кейде түнде қарап тұрдық, бірақ бір күні келді де бұл үйді түнде бұзып кетіпті. Түнде ешкімнің рұқсатына бізге айтпай. Сіздің 6 бөлмелі үйді өзіміздің салған 6 бөлмелі үйді, бірақ түнде бұзып бір тал кірпішіне дейін қоймай әкетіп қапты. Теп-тегіс тазалап кетіпті. Сонымен тазалап кеткеннен кейін мен жүгіріп біз әкімге бардық. Әкімнен басқа баратын жеріміз жоқ қой бізде. Аудандық әкімге барып, әкім бұл болмайды екен, бұл деген қарт кәдірге берген үй тұрса, оны бермей қойса, оның сыртында бұны өздерің салған үйлеріңді бұзып етсе, бұған төлем беруге тиісті деп, мені Мушаңмин деген немененің құрылыс идарасының орынбасарына
қағаз жазып берді. Бұл үй бұларға әкімі болмаса төлем беріңдер, болмаса үй беріңдер деп солай жазды. Бір жайлетіңдер деп жазды, бір жайлетіп беріңдер деп. Соныменен ол Жүйжаңды өзім де танимын, өйткені мен қала құрылыс идарасының бір бөлімшесінде істеймін ғой. Соның оны өзімше мен өзіміздің бастық қой деп барсам, бұған немене желігіп жүгіріп жүрсің, бұл деген сенің әке бабаңнан қалған бұл бір алтын мұр емес қой, чағылса чағылып кетті ғой деді. Сонымен сол сөз сол жерде қалды. Қалғаннан кейін сонымен ол кезде мен екінші балама босанып, балам шетінеп кетті. Сонымен ол кезде мен сол туыт демалысымен үйде болатынмын. Сонымен біздің идарада бір Қытай маған звондап, сен ана үйді бұзылмай тұрып, бұзылып кетті, енді сол үйдің орнына үй түспей тұрып, сен сол жерге бір лапас құрда сол жерде отырсаң, бұлар алып береді деді. Болмаса төлемақы беру мүмкін деді. Төлемақы беру мүмкін, енді болмағанда бірдем алып қал, енді болмағанда өзің алтауыз үйіңе болмаса да бірдем алып қал деді. Соны жарайды деп мен ол жерге лапас орнаттым да күндіз өзім отырдым. Түнде бір адамға 200 юан беріп, түнде енді өткенде ұқсап түнде қазып кетпесін деп түнде күзеттірдім. 200 юанды оған бердім, күндіз өзім сол жерде отырдым, үш уақыт тамақты сырттан ішіп отырдық. Соныменен мен бір жарым ай отырғаннан кейін мен туыт демалысымда тошып мен жұмысқа шықтым. Ол адам да кетті. Одан кейін ол адамның да өзі жұмыс шығып кетіп қалды. Соныменен ол лапасымызды күнде бұзып тастайды, күнде барып 200 юан беріп күнде лапас орнатамын кішке. Сонымен өзі бір үйдің ақшасы кетті ол жерге. Үй тұрмақ, тоқал ешкім үй сұрайын деп құлағынан айырылды деп, сол құлақтан айырылды ғой. Сонымен сөйтіп жүргенде бір Әбілет деген бір Әлім деген бір қызметтесім бар еді. Сол қызметтесім айтты, ой, Кенже деген бір атақты Ойғырдан шыққан бір атақты жоқ бар, соны мен танимын. Өткенде біздің бір Ойғыр кемпірдің үйінде бұзып сапты. Мәселені шешеді. Сол мәселені шешеді, сен соны отырғызып қойсаң, сол саған үй алып береді дейді. Онда жарайды, сен ертіп кел дедім. Соны ол ертіп келген кейін болады, мен саған 100 квадраттық үй алсаң 100 квадраттық үй алып беремін, 80 квадраттық алсаң 80 квадраттық үй алып беремін. Мен осылай кеудесін қақты, мен алғып беремін, бірақ менің сұрағымды берсең болады деді. Не сұрайсың десем, мен сол кезде өзім білген ақшамды сұраймын деді. Оған дейін әзір ештеңе айтпай, мен үй алып бергеннен кейін сенен алам деген ақшамды алам деді. Бірақ оған дейін біздің үш уақыт тамағымызды қамтайсың деді. Жарайды дедім. Сонымен ол Әбілемет деген бір Ойғыр ертіп келді. 2 сағат сол жерде жатты. Кенже мен Әбілемет деген 2 ұйғыр сіздің үйіңізде жатты. Үйіңіздің орнына. Сіз оны тамақ 3 уақыт тамақпен қамтамасыз етуіңіз керек, Сонымен 3 уақыт тамағын апарып тұрдық. Енді кейде тауық жейді, кейде ет жейді. Бұлардың талабы жоғары. Енді оның талабы жоғары болса, енді екеуміз де қызмет істеп жатқаннан кейін оның талабын қанағаттандырып тұрдық. Жейтін тамағын апардық. Кейде деген сусынды, кейде үйіп төгіп жеміс жидек апарып береміз. Әйтеуір бір шешеме бір ауыз үй тисе болды ғой. Енді әкемізден қалған бір немене ғой, үйіміз ғой деп ойладық. Соныменен бұлар бір айдай тұрды, біз барып тұрдық, түнде барып тұрдық, кейде күндіз барып тұрдық. Соны бір күні бұл Кенже деген звондапты. Кешке жаққан бізді бір таза бір қонақ қылсаңыздар, ертең сіздердің үйдің орнын қазатын ұқсайды деп. Жарайды дедік. Сонымен оларды бір 1000 юаннан артыққа қонақ қылдық. Ресторанға апардыңыздар? Ресторанға барып, аузымынан шығарып қонақ қылдық. Олар сағат 1-де кетті, біз де 1-де үйге қайтып келдік. Содан кейін күнде таңертең бұлармен хабарласатынмын. Содан кейін мен звондасам, бұлар алмады телефон. Алмағаннан кейін телефонда төк жоқ болып қалды екен дедім де, содан түсте келдім де тамақты істеп болып, таксименен күйеуіміз екеуміз барсақ, ол жердің орны подвал деген тұрып кетіпті. Уже көп қабатты үйлердің подвалын салып тастапты. Сол біз барсақ деген, ол құрылыстап жүрген адамдар деген қолына шоқпара болып жүрді, кіргізбей қойды. Сонымен біз кеттік, ол екінші рет тағы қалды ол үйде. Сонымен Кенже мен Әбілемет деген ұйғыр алаяқтар сізді алдап кетті. Сонымен ол Кенжеге звондап таба алмадық. Сонымен бірер ай өткеннен көшеде Кенжені кезіктіріп қалдым. Кенжені кезіктіріп, ой, Кенже, сен сондай тамағымызды ішіп жеп алып, сен мұсылмансың ба, осылай алдап кеттің ғой біз десем, сен маған кеп қомаң, біз деген ол жерден 50 мың қой алдық деді. 50 мың юан алдық, сен оны бізге таласа алмайсың, біз біздігімізден алдық, егер сен болсаң, сен 10 тиын ала алмайтын едік. Бұл жақта мәселе, олар алаяқтар сол билікпен, Қытай билігімен екеуі бірігіп отыр. Сол арқылы сізді
екі жақтан да жеп отыр, иә? Соныменен менің қолымнан түк келмейді ғой, мен бір әйел адам оған не қыла аламын. Соны кетті, болды дедік, ол да кетті. Соныменен біз деген ол үйге деген енді бір оған бүйтіп ақша бермесек те 3 уақыт тамағының өзі деген барды, енді бір 20-30 мыңға барды. Енді бостан босқа біреуді ақсау енді. 3 уақыт тамақпен бақтық енді. О да кетті, онда Құдайдан күттік дедік. Соныменен жұмысымды істеп жүрдім. Сонымен бір күні бір қызметтесім және де Қытай осындай Шинжаң халық радио станциясында осындай халықтың ішіндегі теңсіз осындай қорланған адамдардың мәселесін шешетін бір Ханфың Рашиян деген бір ыстық линия құрылды, соған звонда деп бір телефон нөмір әкеп берді. Сонымен мен оған звондап осындай бар жағдайды айттым, әкем осылай істеген, осылай болды, осындай ұйғырларға ақша алып кетті деп болды, өзіміз хабарласамыз деді. Сонымен бір талай уақыт өткеннен кейін қайтадан хабарласам, сіздің немеңіз, сіздің бұл шаруаңыз баяғыда бітіп кеткен шаруа екенін сенеді, бізді іздемейді. Қайтадан хабарласқанда сөйтіп айтты. Сонымен ол жерінде қалды, сонымен болды деп оны іздемейтін болдық. Сонымен 2017 жылдың соңына келгенде және бір қызметтесім айтты, орталықтан бір қора қызмет группасы шығыпты, бір топ қызмет группасы шығыпты, әр жерге бөлініп шығыпты. Чәушек аймағына осы Үрімжіде бір группа құрылыпты, осындай нөмір әзір немеде интернетте тарап жүр. Сен осыған звондап жағдайыңды айтып, болмаса өтініш жазсаң, арыз жазсаң, арызың іске асады екен деп сөйтті. Соныменен оны ести салдым да, содан дереу үйге келіп арыз жазып әлгілерге жібердік. Жіберіп едік. Содан кейін 2-3 күннен кейін бір 2 апта өтті ғой деймін, 2 апта өткеннен кейін Мушалмин деген 1-2 адам жіберді біздің үйге. Айнұр дереу келсін деп. Мен барып едім. Сен осы арыз жазғаныңды қоймайсың ба деді. Мен неге қоям, менің обал болды ғой, мен шешемнің өзі әбден қартайғанда көрінгеннің үйінде, ана қызы мына қыздың үйінде бір үйі де жоқ болды. Ең соңғы өмірінде дұрыс өткізе алмайтын болды ғой. Болмағанда бір ауыз үй, болмағанда мен бір бөлмелі, болмаса ол үйдің орнына үй бермей-ақ, мынандай Лензуфаң деп бір үй береді. Сондай бір Лензуфаңда үй бермедіңдер ғой, сондай бір Лензуфаң үйге отырса да бір қатаржам отыратын еді ғой деп сөйсем, біз оны шешені танымаймыз дейді. Шешеңді танымаймыз, енді сен бұл үйді алам дейді екенсің, сен арыз жазыпсың, ондай болса осы үйдің құжатын алып кел дейді. Құжатын алып кел дейді. Бірақ та бұл жақта құжаты сіздің әкеңізге берілген, ол базада бар, бірақ та ол сол кездегі заң бойынша мынандай нақты қағаз жүзінде құжат жоқ қой. Ондай құжат болмайды. Көп үйлердің сондай. Ол 90-шы жылдарда ол деген әуелде көп қабат үйде ондай құжат болмайды ғой. Көп қабат үйлердің өзінде Қытайда құжат болмайды, ол кезде құжат шыққан жоқ. Кейін сол 2018-19-дан кейін шықты ғой. Олар соны біле отырып, біледі әрине. Маған бұл жерде пышақ қойып отыр ғой. Орынсыз талап қойып отыр, иә? Менің оны әкеле алмайтын болғаннан кейін. Орындай алмайтын талап қойып. Соныменен сол жерде ең соңғысы сол жерде қалды. Сонымен ешқандай сізге төлемақы төленген жоқ. Заңсыз түрде сіздің салған үйіңізбен қоса бұзып тастады. Сонда әкеміз 44 жыл қызмет істеді, бекер істеді өкіметке. Шешемізде бір ең соңында бір ана убақу кемпір, 5-ке бұл кемпірге де үй берді. Ана үйдің орнын күзетіп отырған ойғырларға да пәле мың юан ақша берді. Мен шешеме де бір 50 мың юан берген болса разы болатын еді. Сіз осы әкеңізбен қалған үйді және оның ауласына салынған 6 бөлмелі үйге өтемақыны талап етесіз, иә? Талап етем. Мен 400 мың юан талап етем. 400 мың юан талап етем. Сонда енді бұл жерде Жаңли деген адам өте үлкен рөл ойнады. Жаңли деген сол кезде андай карханада істеген адам, соның тазалығын, суын, төгін қарап жүрген адам. Біздің адам, менің қызметтің қарбаласы менің ол жерге бармайтынын біліп, сол жерге адам бастап барып шақты. Бұл жерге үй салатын адам сол кездегі аудандық өкіметтің секретары Шечаң дегеннің әйелі, одан Ваңмуян деген бір сырттан келген лобан екен, Жулаусан деген, бұл үшеуі бірігіп сол жерге үй салады екен. Бұлардың сүйеніп отырған адамдары Таң деген, сол кезде кезінде Чыңжанжүйдің жүйжаңы болған, Шы деген аймақтық Чыңжанжүйдің жүйжаңының екі балдыз екен. Сол жердегі адамдар жоқ үйді шақтырып жүрген. Осындай қат-қабат
осындай мәнсапты параққорлардың арқасында мен ол үйден ешқандай үй ала алмадым. Оның үстіне Жаңли деген сол кезде карханада істейтін адам кейін 50 ма 52 жасында, әсілі 55 жас қой, ерлер сол кезде 55 жас 60 жас, 50 қанша жасында, 52-53 жасында рәсіми өкіметтің оңуя болып пенсия мемлекеттің белді кадры болып әзір 8 мың ба 10 мың ен мағаш алып демалып жатыр. Осындай заңсыз түрде біреудің үйін шаққанның арқасында еңбек көрсетіп отыр ғой. Еңбек көрсеткеннің арқасында енді Мушаңмин деген Жүжанға сол жерден 5-6 үй беріпті деп естідік. Осындай заңсыздық. Заңсыздық. Осындай заңсыздық боламын енді. Қазақтарды үсті болып. Менен басқа тағы көп әйелдердің үйін шақ кетті, бірақ олар ізден алмайды. Олар Қытайда отыр. Айта алмайды.